Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен 4 балалы жалғыз басты адаммын. Көзім ауырады. Бір көзім миопия, екінші көзім катаракта. Үлкен қызым симптоматический эпилепсия. Мынау бізге Гүлнұрдың жазған хатынан кішкентай үзінді, ары қарай әңгімені өз осыны естейік. Менің атым Гүлім Болатжан. Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқолда туылған. Әкем финателдің бастығы болған, экономист, ревизор болған. Анам марқұм 40 жасында босанамын деп жатып, туыттың үстінде қайтыс болды ғой. Сіңілім бар қазір, Армангүл деген, 26-ға келді. Сол байғұсқана келіп көмектеседі, коляскамен жүрсе де әйтеуір. Бұл жағдайға қалай тап болдыңыз? Бұл жағдайға мені 2004 жылы алып қашып кетті. Өзім АГУ-де филология факультетінде оқығам. Ақын болатынмын, өлең жазатын, президентский стипендиат болдым. Түрік лицейінде оқыдым. Қазақ түрік лицейінде оқыдым. Өте жақсы оққам, негізінде қазақ тілі әдебиетке өте бейім болдым да. Сол ауылдың балаларының ішінен, даже класстастарым қалқаған, сол түрік лицейінде оқыдым. Бірінші мына қазақ түрік лицейінде оқыдым. Сөйтіп 2004 жылы мен алып қашып кетті. Өзім көрмеген, өзім білмеген адам алып қашып кетті. Ол кезде әкем байғұс тірі еді, марқұм. Сол папам айтты, той жасаңдар, қызымның ақ көйлек киіп, тойын көрейін, қызым оққан, білімі бар, депші. Сөйтіп айтып еді, енді жағдайлар болмады. Күйеуім үйдің үлкені, ата-апасына табиғи жағдайлары болмай, той жасамады. Даже ЗАГСке тұрғызбады мені. Потому что мен енді Нарынқол Қытайға жақын ғой. Қытайлықсың деп менсінбеді, жетімсің деді. В общем, қайын сіңлерім де ұрды мені. Жуас болғам ғой, жуас болғанда енді жуас емес, просто мама папамыз үйретіп кеткен да бізге. Ұят болады жаңағышы, ата-ененің алдынан шықпау керек деп. Сол көніп сөйтіп жүрдім ғой. Ең бірінші балам Четнекбетті Азамат деген. Мамам қасында жатыр ол. Сонымен жүреміз біз, қалада тұрдық, Қалқаманда, күйеуім сварщик болатын. Одан кейін сол 2016 жылы біз күйеуім айтты, мен Алматының пробкасынан шаршап кеттім. Жібекай бар ол кезде, Асылназ бар уже. Қаладан ауылға барайық. Мен бұрын совхозда істегем. Ауылда жерім бар, соған үй салайық деген ғой. Ауылға бардық. Енем сол түртпектеп тисе берді ғой. Сонымен айтты, мен ол жерде тұрамайым деп. Сөйттік та бір ауылда бір жерде квартира жалдадық та, үй сол 2 комнат үй салғамыз ғой. Соған саламыз. Үй жаңағы енді жоқшылық болды ол кезде де. 2016-та қиын болды. Күйеуімнің сваркасы бұзылып қалды да. Сонымен мен көзім көрмесе де уборка квартира жасайын. Қалтамда бір тиын ақша жоқ, таксиларға айтып әйтеуір. Мен өстіп қалаға бара жатырмын, ақша тапқан соң берем. Ақшаны жолдың ақысын жеуге болмайды ғой. Қалаға барып уборка квартира сөйтіп жұмыс істеп жүрдім да, енеме тапсырып кеткен ғой балаларды. Келем, ол кезде Жібекай 5:30-да. Мама ана көтенім ашып жатыр деп не алады да. Мен не алған шығар деп жуық қоям, сөйтіп еткен кезінде мама бізді түн ішінде чошып жылайды бұларшы. Тиіспеші маған, жақындамаш, мама тиісіп жатыр, мына ер жігіт деп сөйтіп етеді да маған. Мен түсінбеймін. Киімдер бір түрлі болды, оны далаға от жағамда, кір ысыту үшінші, тамақты да отқа жасайтын далаға. Ойымда дым жоқ қой, бәрін өртеп жүрген ғой. Сөйтіп етсем, мама, магазиннен бір ролик бар ғой, роликші, ойнайтын дөңгелекші. Соны тауып алады мен үлкен қызым. Ол кезде ол 7 жаста. Сол ана бала барады да, бұл менікі деп тартып алады. Енем айтады, мен барамда ана роликті асынасы көрген екен бере саңызшы, жылатпай, енді ауырады ғой, ауырса судорога ұстап қалады. Мә деп лақтырады ғой роликті. Сол мен айтам, бүгіннен бастап огородта тұрдық та, мына жақта енем тұрды, мына жақта біз тұрдық. Мен айтам, бүгіннен бастап мына жақта китайский граница не қылады? Жабылады, мына жақтан вообще былай қарай кимесін. Жақындамасын, ол сендерді зорлауы мүмкін деп сөйтіп не қыламын ғой, ашуланыпшы. Сөйтсем анау айтады, мама ол бізді зорлады дейді. Шок болып қалам мен. Сен оны қайдан білесің депші, бізде де жоқ, телефон жоқ қой. Сөйтсем, мама бізді алып кетші. Туалетке кірсек те аңдиды бізді, бұл уже. Енем қаңғырып кетеді екен.
ана жаңа ұлыма да қолын бастырып қояды екен да, ана балашы білгенін істеп жүрген ғой. Мынау жібек тылық болады екен, тылықпаған жерінен алып келеді екен да. В общем, неше түрлі істеген енді, неше түрлі айуандық. Артымен де көрген, құлағына да тық көрген дейді. В общем, телефоннан не көрді, соны істеп жүрген ғой ана бала. Бүйтіп тұншық тұрады екен, бүйтіп қолын бұрып. Мамаларың айтсаңдар өстеймін депші. Соңы мен шок болып қалдым да, папам қарындасы бар, куә, жаңа сіңілім бар. Соларға звондадымшы, осындай жағдай болып тұр. Естейін бе едім. Аяма бер деді да. Сосын мен Чиендегі амбулаторияға бардым. Сол врачқа айттым, осындай жағдай болыпты. Тексеріп бересіз ба деп сөйтіп айтты. Бізде ондай инструмент жоқ деді. Ұзынағашқа барыңыз деді. Сонда Ұзынағашқа бардым, такси жалдап. Екеуін де киіндіріп алдым да, апардымшы. Ақшам жоқ болса да. Екілген қызыңыз ғой? Иә, екеуін де не алған ғой. Больницаға бардым, барып едім айтты. Не үшін өйтіп не аласың? Бізде детский гинеколог жоқ деп сөйтеді да Ұзынағаш. Мен айттым, осындай жағдай болды. Просто тексеріп беріңіздерші дедім да, мен если нормально болса, мен чу көтермеймін, еш нәрсе істемеймін. Балаларымды алып кетемін, и все дедім да. Сөйтіп бұл уголовный дело. И Ұзынағашқа алып кетті. Ұзынағаштың роботысына бар. Роблыға барып едім, айтты, если сіз өтірік не қылатын болсаңыз, сіз кетесіз деді. За машинистсіз депші. Мен айттым, ана қызы никогда өтірік айтпайды. Мен айтам да, не болса да маған шындарыңды айтыңдар деп тәрбиелеп жатырмын дедім. Аш қалсаңдар да ешкімнің еш нәрсесіне тиіспеңдер деп. Сөйтіп едім, Жібекайдан сұрап еді, ол бәрін айтып берді. Өсті деп 5 жарымда. 6 милицияны қосып берді бізге. Уже анаяққа звондап тастаған. Чиенің мектебінде уже Батыр ана андай алтын алқа бірдемелер бар екен ғой. Соғыс ардагері, Ұлы Отан соғысына қатысқандарды бәрін медалдарын жарқатып қойып қойыпты. Психолог уже жұмыс істеп тастаған. Уже үйлерінде жаңағы не жоқ деген сияқты, қызы деген характеристика жазып дайындап қойған уже ше. Өздерін ақтау керек қой. Орындарын сақтау керек, креслоларын сақтау керек. Авторитетті важный оларға. Полиция департаментінің бастығы бар ғой, сол менің қайнатамның інісінің баласы ғой. Содан сізді өтірікші қылып шығарды ғой. Содан мен айттым, мен давайте экспертизаға апарайық. Экспертизаға ертесі сол Естайдың машинасымен әкім бар, Ұзынағаштың несіне бардық. Ол кезде корейсіз бір еркек кісі болатын. Онымен бірдеме күбір сөйлесіп өліп бара жатыр да. Соны мен айттым, мен гинекологқа, мен қыздарым тексерген кезде мен де кірем дедім. Кірдім да, Жібекайдікі бүйтіп не то болып тұрды да. Ана астыназ есім білмейді да ол. Ұмытып қалады тезші, мына ұмытпайды. Осыныкі бір түрлі болып тұрды да, сол ұнаған жоқ мағаншы. Сөйтіп едім, ойбай, психологқа да апарамыз. Уже балалар шок болып қалған ғой, мен де шок болып тұрмын да. Психологқа да апарамыз, гинекологқа да апарамыз деп сөйтті. Күйеуім уже шығып кеткен ол кезде. Жоқ күйеуім. Ана баланы да тық тастаған. Мынау менің балам дейді. Мен сол баланың 4 айлық кезінде келіп, памперсін ауыстырып, келін болып түскенде сол балаға мен қарағам ғой. Сонда мен итті баққан екем да. Зорланған ғой. Зорланған. Қағаз бар, постановлениесі бар. Күйеуім мал болып шығып кетті, 4 тағанда күйеуім келді да, үйдің бәрін жақты. Мені былай ұстады да, стенаға тақапшы. Короче, өлтірем деді ғой. Сенің ешкімің жоқ деді. Әке-шешең өліп қалған, бауырларыңа керек емессің, қазір өлтіріп тастайын бәріңді деді. Әкімге жүгіріп барып едім, айтты, намыстансаң көшіп кет деді. Мен не істеймін? Ол кезде 2200 пособие алатын, жаңадан емчекте болатын. 11 ай сондай болған бұл. Сонымен кеттім. Алматыға келдім. Бір ғана киіммен. Алматыға қай жыл келдіңіз? Сол 2016-та. Биыл 2022 жыл, содан бері 6 жыл, 7 жыл кетті. Одан бері не жұмыс істейсіз? Сол негізі маған жұмыс істеуге болмайды ғой. Жаңа мүгедек қызымды қараймын ғой мен. Сол кәмелеттік жасқа толмайынша, ол кезде оны даже инвалидскийде шығармаған болатынбыз да. Қазір инвалидность бар, Инвалидность бар, пропискамыз бар. Инвалидностьқа көмек келеді ғой. Иә, ол өзіне кетеді ше. Ғани ол өзіне жетпей қалады. МРТ-сі бар, УЗИ бар,
жаңа Ал қызымның енді емін істетіп жатсыз ба әйтеуір бір нәрсе? Иә. Қазір постоянно. сізге өткен жолы человек в маске келіп, кішігірім көмек беріп кетті. Иә. Ақшалай көмек беріп кетті. Ол Иә. сіздің операцияңызға. Операцияма. Ол қыстықтан бітті сізді. Оған да жазған ғой. А, Бәріне жаздым. Бәріне жаздым енді Ол бір кісі шығу. келіп, сізге қаржылай көмек беріп кетті, енді сіз бұйырса барып емделейін деп отырсыз. Иә, барып емделейін десем, жаңағы мыналарды тастайтын жер жоқ. Сіз қай жерге болсын бір жерге тастап кеткіңіз келмей тұр ғой қазір. Әр жерге бір. Потому что қорқамын да мен. Иә. Енді Сізге надан комплекс келінше болып мен қалған. бүйтіп отырмын ғой, бүйтіп қанаттың астына отырмын да. Қараңызшы, қазір тұрып жатқан мына үй, хозяиндар қазақтар ма? Қазақ Алмас деген кісі. Бұл негізі дача ғой? Дача. Аха, контейнер. Дача. Айына бір 10 мың теңге берем дедіңіз. 10 мың плюс свет. Свет білмеймін 15 қанша мың болған. бересіз, Иә, 15-20 мың берем. Қазір сізге қандай көмек керек? Қазір маған сол баспана болса, сосын жаңағы жаңағы Қарекет қорына, Асар Өмеге хабарласып көрдіңіз бе? Қарекетте мен тұрмын 2018-ден бері ше. Кезекте тұрсыз. Иә, ана Алмагүл, Тәте, сосын ана кім? Алғадай ағасы деді ғой, Ардақ істеген кезінде мен уже барып документтерін бергем. Біз деген вообще жазда даже балалар шлепки да кимеді ғой. Нормально киім де киген жоқ әйтеуір. Сосын алып берем, кішкене шыдай тұршы деп ше. Анаған уже бір продуктиві барып келеміз, пособие алған кезде болды ғой. Жаңағы кедейдің бір тойған чалап алғанда нормально киімім жоқ деп жылайды. Алып берем деп сөйтіне аламыз. Дәрісі бар асыназдан, комплекс ішеді. Қазір комплекс бірақ вообще неде жоқ екен. Фирмада шана әкеп береді ғой больницаға. Енді эпикс ішеді деп жатыр бала. Бұл осындай кезде қозады да. Аурушы осындай кезде қозады да. Өстіп ұрып жіберу мүмкін оларды ше. Судорогасы аяқ астынан ұстап қалса, құлап қалуы мүмкін. Енді қазір мәселе сіз емге кететін болсаңыз қанша уақыт кетеді? Бір ай ғой. Бір ай, Бір ай, бір жарым ай. Бір ай, бір жарым ай балаларды орналастырып кететін жер. Тастап кететін, астыңызды вообще ешкім алмайды дейді. Астыңызды өзімен алып кетсем, 17-ші интернат алып тұр, балаларды ше. Екеуін алып тұр, маған орын жоқ деді, бірақ айтамыз ғой. Бүйтіп қалқалаймыз да, простинамен бірдемемен жабам да, жуындырып алам тазикке. Кезек суды ысытып. Мына жерде қалқалайсыз. Иә, қалқалаймын, ар жағын жақпаймыз, ол жақта ешкім жоқ көрмейді да. Өстіп күн жылда жуынып алатынбыз ғой. Енді қазір проблема болып тұр да. 2 күн жаңа суточный квартира жалдап, балаларды жуындырып, нормально қылып, сөйтіп апардым мектепке. Тап-таза қылып. Енді басқа не істеймін енді мен? Мына үйде қазір қонып жүрсіз ме? Қазір 1-2 күн болды, 3-4 күн болды, біз суық болып кетті, мынау ана жер ашық қой. Тахминат деңгейіне қонып жүрік. Потому что бізде ана паласқа кішкентай қылым сиық қойған анадамыз да, паласты жууға бердік. Көрпе де аз да бізде. Сонымен Тахминат деңгейіне қонып жүрік, оның өзінің 7 баласы бар. Қарекеттен алған ол кісі үйді. Сонымен бүйтіп жүрік қой. Ол кісіден не алсаңыз да айтады. Көршілердің бәрі біледі. Сұрасаңыз. 4 ай болды тұрып қалғаныңызға. 4 ай болды, иә. Сабақ қалай бітті? Алматыда сол кішкене 1-2 күн кешігіп қалып еді, хозяин келді да, тура есіктің алдында тұрды да, маған ақша керек, шығып кетіңдер деді ғой. Шығып кеттік. Тура осы жағдайда жүргеніңіз бе? 6 жыл болды. Шаршаған жоқсыз ба? Шаршайсың ғой, не істейсің енді? Ең бір Думаннан Сарыарқа 19-да тұрдық. Сарыарқа көшесі 19-да. Сирақтар көрініп ұйықтап жатыр да, 4-еу ол кезде кішкентай ғой. Қайтып бағам, Алла бір жолыңды көрсетші дедім да. Енді бағу керек қой, бір балаға 2-3 істем сол сәждеге не қылыпшы, жығылып сөйтіп бір әйелші сөйтіп намаз оқып жатқан әйел елестейді да көзімеш. Сонымен намаз оқы деп жатқан екен ғой деп қалай бүйтіп сым киіп жүретім ғой. Көйлек кидім, көзім көрмей арықтан да құладым, толғанайды көтеріп жүріп. Намаз оқып қалай бастадым, солай. Думанның мешітті көмектесті, ол кезде Мұрат па, сондай имам болған бізде. Сол кісі ең бірінші сол Думанға мешітке қондықпыз. Думанға мешітке қондық. Ертесі садақа алмайды, ықылас қорына келдім. Ықылас қорында Мариям тәте бар еді ғой. Сол кісі ұрысты, немене жүрсің, туамасаң, бағамасаң, неге туғансың сонша топырлатып деді.
Мен тәте, мен өйтіп ойлаған жоқпын, осындай жағдай болып, мен ауылдан келдім деп сөйтіп айтып едім. Еш шығып кетті ана кісінің. Сөйтті да көрпе, бір-екі көрпе жастық, ыдыс аяқ, газ, сөйтіпші продукты сөйтіп әкеп берді. 3-4 ай паналап жатқан жері осы, бір бөлмелі контейнер. Ауласы осындай жуынатын ешқандай жағдай жоқ. От жағатын жер міне. Ана жерде кішкентай ғана пеш. Кластастарым келіп қазір бір етті әкеп берді, бір қой сойып жүр. Кластастарым жиналып. Дәретхана, талада. Ана жақта слива өсіп. Тапшанда көбіне осы жерде күндіз тамақ ішесіздер. Бірақ бұл жақта свет жоқ та уже. Кешкісін ішемей қаласыз. Үйге кіргіземіз, стол болды. Мынандай неден пакеттен екен, а? Бүрге ма? Иә, соны шығарып тастады онысы. Шақты ғой бізді. Матраста үлкен қызым жатады, ұйқы қыпты. Отан шығып жатады төсекте. Біз шүйеміз, жерді ұстамыз. Осындай жағдайда өмір сүріп жатқан біздің жерлесіміз, қандасымыз Гүлім ханымға егер көмек көрсетем десеңіздер, реквизиттері бәрі төменде. Бұйырса, шамамыз келгенше жәрдемдесейік. Әрине біз үлкен қор емес, біз үй алып беретін немесе тағы бірдеңе істейтін, бірақ та қанша дегенмен шамамыз келгенше өзіміз сыбап жинап қалуға тырысайық ардақты ағайын. 4 баланың анасы, жалғыз басты ана Гүлімге жәрдемдесейік.